Жалпы енді біздің мемлекетімізде діни бірлестіктер, діни қызмет және діни бірлестіктерге қатысты не бар, заңымыз бар, заңнамамыз. Соның 9-шы бабының 2-ші тармағында жалпы діни ақпараттар немесе сол мақсаттағы таратылатын барлық нәрсе тек сол діни бірлестіктерде, ұйымдарда ғана таратуға рұқсат берілген. Енді қазір осы интернет мәселесі туралы айтып жатқан соң, интернет барлығына қолжетімді және адамдардың жалпы өміріндегі барлық сферасын жеңілдетіп жатыр. Ол енді анық. Соның ішінде мына сауда мәселесі бар. Көптеген сауда платформалары бар. Озон, одан қалды жаңа Алиэкспресс деп жатамыз, Каспий өзіміздің отандық. Осындай және осы жалпы СНГ дейміз ғой, осы аймақтағы Wildberries деген тағы да платформамыз бар. Сондағы діни материалдарды жалпы сатуда қазіргі таңда өте танымал болып бара жатыр. Соның ішінде сондай бір құқық бұзушылықтар орын алды ма? Енді жалпы бұл жөнінде біз өте орынды мәселе көтеріп отырсыз. Біз бұл жөнінде тек қана сайттың Wildberries'пен бірге OLX Қазақстан, OLX бар, сосын Каспий KZ бар, сосын Озон.ру деген бар тағы да. Осы секілді түрлі жаңа сату тұғырнамалар бар, платформалар. Біз олардың әкімшілерімен жұмыс атқарып жатырмыз. Қазіргі таңда жалпы сіз айтқан бірқатар осы әкімгерлермен осы ресурстардың өзара түсіністік бар. Яғни біз оларға қолданыстық заңнаманың баптарына сүйене отырып тиісті хабарлама жібердік. Жалпы олардың тарапынан түсіністік бар. Бірақ енді айтады ғой, адамнан қолы артылмайды дейді. Мүмкін енді сол жаңағы кітапты жүктеушілер, жарнаманы жүктеушілер мүмкін басқа да әрекеттерге баруы мүмкін шығар. Енді ол біз жоққа шығарамыз, бірақ жалпы діни ақпарат жөнінде, діни кітаптардың арнайы өзінің талаптары бар сатылатын деп біз оларға жеткіздік. Қазір олар түсініп отыр, яғни біздің айтқан ұстаныммен келісіп отыр. Бірақ әрине бұның бәрі бірқатар өзара жаңағы талқылауды талап етеді. Сондықтан алдағы уақытта оның жетістігі жемісі болады деп ойлаймын. Біз бірінші кезекте сол халыққа түсіндіруіміз керек. Кітаптарды қаладағы ресми тіркелген, діни кітаптар сатуға рұқсат берілген, тек қана діни кітап емес, діни заттар сатуға да рұқсат берілген арнайы орындар бар. Мысалы Ақтөбеде де бар. Сол орындардан алу керек негізінде кітаптарды. Ал егер де жаңағыдай кітап болған кезде біз оның бәрі бірінші кезекте жалпы сол дұрыс дін жөнінде дұрыс ақпар болудың мақсаты ғой. Бұл жерде ешқандай біз бір адамның кітап оқу құқығын шектеу емес. Мақсаттың бәрі сол заң аясында, заң шеңберінде кітаптың елге келіп түсуі, сол жаңа өзіне рұқсат берілген, діни сараптан өткен кітаптар сататын орталықтарға барған дұрыс. Ары қарай енді ол өздері ізденістен ары қарай туындай береді, бірақ біз қазіргі таңда бұл сіз айтқан жаңағы ресурстармен жұмыстанып жатырмыз жалпы.